Жылуға көп шығындалсаңыз, оны қалай азайтуға болады? Шығын азайтудың ең тиімді жолы үйге жылу есептейтін құрылғы орнату. Оның не пайдасы бар дейсіз ғой? Біріншіден, жазғы маусымда шығынның жоқтығы. Жылудың қажеті болмайтын мамырдан қазанға дейінгі мезгілде ешқандай төлем есептелмейді. Екіншіден, нақты тұтынған жылуға ғана ақы төлейсіз. Бұл өз кезегінде 20%-ға дейін қаражат үнемдеуге мүмкіндік береді. Үшіншіден, тарифтер төмен. Есептегіш құрылғы орнатылған тұтынушылар орнатпағандарға қарағанда 1,5-2 есе аз төлейді. Жылу энергиясын есептеу құрылғысы бұл ойға қонымды үнемдеу мен қажетсіз шығынды қысқартуға жасалған басты қадам.